Құрметті оқушылар, біз бүгін 5, 25, 35, 45, осылай 95-ке дейінгі сандардың квадратын қалай оңай әдіспен табу керектігін айтамыз. Бәрімізге белгілі 5-ің квадрат 25, 25-ің квадраты 625. Әрі қарай 45-ің квадратын табу үшін ең алдымен 5 цифрынан аяқталатын сан әрқашанда 25-тен аяқталады. Сосын 4-тен кейінгі сан 5, 2-ін көбейтіндісі 20, 20-ға 25-ті жалғаймыз. Дәл солай 5-тің квадраты 25, 5 саннан кейінгі сан 6, 2-ін көбейтіндісі 30, 30-ға 25-ті жалғаймыз. Осылай жазатын боламыз. Осы логикалық есепті шығару үшін біз тақ сандарды жазушымыз керек. 1-ден 19-ға дейін. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Және теңестіру үшін 9-дан 0-ге дейін жазып шығуымыз керек. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Міне біздің осы логикалық есебіміз осылай оңай шығарылады. Келесі сөзді мен өзімнің сыныптасым Нұрәліге беремін. Құрметті оқушылар, біздің логикалық есепте бізге 6 стақан берілген. 6 стақан ішінде 3-еуінде су бар, 3-еуінде су жоқ. Маған бір ғана стақанды қозғалта отырып, стақандарды тақсан ретінде қою қажет. Тақсан ретінде, яғни бір стақан ішінде су бар, бір стақан ішінде су жоқ. Мен мына стақанды алып, мына стақан ішіне қойсам, осы тәсіл арқылы біздің логикалық есеп шығады. Сіздермен болған 8-ші А сынып жігіттері Егізбай Ұлан, Мұсахан Нұрәлі. және мен Жаңбырбеков Ерасыл. Қош сау болыңыздар.